Кайырлы күн достар. Бүгін сіздермен мастикадан ботинка жасауды көрсететін боламын. Еш қиындығы жоқ, арнайы форма алудың да қажеті жоқ. Астына төменге ссылкасын қалдыратын боламын. Осындай форманы алып А4 форматқа шығарып аласыздар. Мен екіге бөліп шығарып алдым, кішірек етіп. Өзіңізге қажетті бөліктерін кесіп алып, артық қалдықтарын кесіп алып тастайсыздар. Бізге қажет болады. Мен қызға арналған торт жасайтын болғандықтан қызыл түсті мастикамен бояп алдым. Және ақ мастиканың азғантай бөлігі кисточка, мастиканы жабыстыруға арналған декоративный гель және пышақ керек болады. Сонымен қатар мастиканы жайған газда крахмал болмаса сахарный пудраны қолдансаңыздар болады. Осылай қызыл мастиканы жайып алып, қажетті бөліктердің барлығын пышақтың көмегімен, яғни пышақты крахмалға батыра отырып, өзіме қажетті бөліктерін кесіп аламын. Және қалған бөліктердің барлығынан екеуден осылай кесіп аламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі жолы метрика жасауды үйрететін боламын. Бұл ботинкаларды негізінен бір жасқа арналған тортқа, сүндет тойға арналған тортқа, болмаса 40-нан шығару бір жасқа арналған торттардың бетіне қоясыздар. Және де қазір киндер патиға арналған торттарда хит болып жатыр. Осыған қойсаңыздар да болады. Өзіңіз қалаған түске бояп. Және трубочкамен видеодағыдай бауды кіргізетін орнын осылай кесіп алып тастайсыздар. Және мен ботинканың алдыңғы бөлігіне ақ түсті мастиканы осылай жабыстыратын боламын. Жұқарақ етіп кесіп аласыздар бұл бөлігін. Ал қызыл мастикамен жасалған формалардың бәрін қалыңдау етіп жасағандарыңыз дұрыс. Ақ түсті мастикадан кеданың астындағы бөлігін және бауын жасайтын боламын.
видеодағыдай өзімізге қажетті бөлігіне декоративный гелімізді жағып, осылай табанына артқы бөлігін жабыстырып аламыз. Және алдыңғы бөлігіне де астыңғы жағына жағып, осылай жабыстырасыздар. Ішіне қалған мастикаңыздан қалған бөлігін болмаса қағаз қойсаңыздар да болады. Өзінің формасын ұстап тұру үшін. Қатқаннан кейін, мен мастика қойдым, қатқаннан кейін 1-2 күннен кейін алып тастаймын. Менде артқы бөлігі жұқарақ болып кетті. Негізі бұдан қалыңдау етіп жасасаңыздар ыңғайлы болады өздеріңізге. Өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Ақ бөлігін жабыстырдым бетіндегі. Енді астыңғы бөлігін өлшеп алып, гелімізді жағып, қажет емес жағын артқы жағына қайшының көмегімен қырқып алып тастасаңыздар болады. Болмаса өлшеп алып дайын қып, сразу кесіп алып жабыстырсаңыздар болады. Негізі дайындайтын жаңағы ботинкаңызды сразу подложканың үстіне, болмаса тақтайдың үстіне жасасаңыздар дұрыс. Себебі қазір жұмсақ болып тұрады, оның үстіне қойған кезде кішкене формасы өзгеріп кетуі мүмкін. Мен екінші формамды сразу подложканың үстіне жасадым. Видеом ұнаса маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргеніңізге рахмет.